Мен Құсымақова Ғайша Дүйсенбайқызы, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Жаңаөзен мектеп-лицейінің химия пәнінің мұғалімімін. Еңбек өтілім 35 жыл. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы оксидтер, жіктелуі, аталуы және алынуы деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер не үйренесіңдер? Бірінші, оксидтер дегеніміз не? Екінші, оксидтердің түрлері және аталу жолдарымен танысасыңдар. Үшінші, оксидтердің өнеркәсіпте алыну жолдарын өтетін боламыз. Сонымен, оксидтер дегеніміз құрамы екі элементтен тұратын және оның біреуі оттегі болатын күрделі заттар. Мысалы, кальций оксиді, кальций О, фосфор оксиді P2O5, натрий оксиді, натрий 2O, алюминий оксиді, алюминий 2O3, көміртек 4 валентті оксиді CO2. Балалар, оксидтердің формуласын құрастырған кезде міндетті түрде валенттілікті ескереміз. Оксидтердің жіктелуіне келсек, оксидтер тұз түзетін және тұз түзбейтін оксидтер болып екі топқа жіктеледі. Тұз түзетін оксидтерді негіздік оксид, қышқылдық оксид және амфотерлі оксид деп тағы 3 топқа бөлеміз. Негіздік оксидтер бұлар металдардың оксиді немесе 1-2 валентті оксидтер жатады. Мысалға, калий оксиді, калий 2O, кальций оксиді, кальций О, барий оксиді, барий О, литий оксиді, литий 2O. Қышқылдық оксидтер бұлар бейметалдардың оксидтері немесе валенттіліктері 4, 5, 6, 7 валентті оксидтер жатады. Мысалы, күкірттің 6 валентті оксиді SO3, марганецтің 7 валентті оксиді марганец 2, O7, көміртек 4 валентті оксиді CO2, кремний оксиді силициум O2. Енді амфотерлі оксидтерді басқаша 2 дайлы оксидтер деп атайды. Бұларға мырыш оксиді цинк О, бериллий оксиді бериллий О, алюминий оксиді алюминий 2O3, хром оксиді хром 2O3 жатады. Бұл оксидтер қышқылдармен де, негіздермен де әрекеттесіп, екі жақты қасиет көрсетеді. Тұз түзбейтін оксидтер бұларға азоттың 1 валентті оксиді N2O, азоттың 2 валентті оксиді NO және көміртектің 2 валентті оксиді CO жатады. Бұлар қышқылдармен де, негіздермен де әрекеттеспейді, яғни тұз түзе алмайды. Енді оксидтердің аталу жолдарына тоқталайық. Оксидтерді 2 жолмен атаймыз. Бірінші, элементтің атауына оксиді сөзін жалғау арқылы. Мысалы, кальций оксиді, темір 3 валентті оксиді, феррум 2O3, немесе барий оксиді, барий О. Екінші әдісі оксидтерді атаудың гректің сандарымен аталады. Мысалы, фосфор оксиді P2O5, дифосфор пентау оксиді деп аталады. Ал алюминий оксиді алюминий 2O3-ті диалюминий триоксиді деп атаймыз. Немесе көміртектің 4 валентті оксиді көміртек диоксиді деп аталады.
Бұндағы di, пента, три сөздері гректің сандарын білдіреді. Оксидтердің алыну жолдары өнеркәсіпте екі жолмен алынады. Бірінші заттардың жануы арқылы, екінші күрделі заттардың айырылу арқылы түзіледі. Бірінші, заттардың жану реакцияларын жай заттардың жануы және күрделі заттардың жануы деп қарастырамыз. Екеуінде де нәтижесінде оксид түзіледі. Мысалы, натрий оксиді натрий оттекпен әрекеттескен кезде түзіледі натрий 2O. Реакцияны теңестіреміз. Немесе магний оттекпен әрекеттескен кезде магний О түзіледі. Теңдеуді теңестіреміз. Күрделі заттардың жану теңдеуіне метанның жану теңдеуін қарастырамыз. Метан CH4 оттекпен әрекеттесіп, көміртек диоксидін және суды түзеді. Теңестіреміз. Оттектің алдына 2 коэффициенті қойылады. Енді күрделі заттардың жануына, күрделі заттардың ыдырауына әктасты, яғни кальций карбонатын қыздырған кезде кальций оксиді кальций О және көмірқышқыл газы СО2 түзіледі. Немесе кейбір ерімейтін негіздер қыздырған кезде оксид және су түзіп ыдырайды. Мысалы, мыс гидроксиді қыздырған кезде мыс оксидіне және суға ыдырайды. Оксидтердің алыну жолдарымен таныстық. Енді оны зертханалық тәжірибе арқылы видео көріп түсінеміз. Назарларымызды экранға аударайық. Жанып тұрған натрийдің кішкене бөлшегін қолбаға салайық. Қарқынды реакция жүретінін көреміз. Натрий оттегімен әрекеттесіп, натрий оксидін немесе натрий пероксидін түзеді. Күкірт оттегінде жанғанда газ күйіндегі күкірт диоксиді пайда болады. Оксидтердің түзілу процесі әрдайым тез жүре бермейді. Ауаның не судың әсеріне тап болған темір шегені бірнеше күн ішінде негізінен темір 3 оксидінен тұратын тат басып кетеді. Сонымен бүгінгі сабақта балалар біз не үйрендік? Бірінші, оксидтер деген не? Екінші, оксидтер неше түрге бөлінеді? Мысалдар келтіреміз. Үшінші, бүгінгі өткен сабақтағы негізгі мәселелерді түсінсек, өзіміз жасап, орындаймыз. Мен жасай аламын, менің қолымнан келеді. Бірінші тапсырма сәйкестендір. Бірінші бағанада оксидтердің формулалары берілген, екінші бағанада оксидтердің түрлері берілген. Сәйкестендіреміз. Екінші тапсырма орындап көр деп аталады. Тақтада бірнеше реакция теңдеулері берілген, соны толықтырып, орындап теңестіреміз. Үшінші, соңғы тапсырма есебің түзу болсын деп аталады. Бұл жерде қарапайым есептеулерді орындаймыз. 21,2 грамм натрий карбонаты ыдыраған кезде түзілетін оксидтердің массаларын және зат мөлшерін табамыз. Жауабы тақтада көрсетілген. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта біздер оксидтер, олардың түрлері, аталу жолдары, өнеркәсіпте алыну жолдарымен таныстық.
Негізгі мәселелердің бәрін түсіндірдім. Сіздерге сәттілік тілеймін. Қымбатты жас достар, бүгін сіздер жаңа тақырып бойынша ең маңызды негізгі идеяларды алдыңыздар. Егер бұл тақырыпты одан әрі кеңейтіп, тереңірек оқығыларыңыз келсе, өз мұғалімдеріңізге сұрақтар қоя аласыздар. Жаңа білімді игеруде сіздерге сәттілік тілеймін.